Меня зовут Алия. Менің атым Әлия, мен Мансап компасы цифрлық платформасы туралы және оның артықшылықтары жайында айтып беремін. Самое главное преимущество Мансап компасы. Мансап компасының бас артықшылығының бірі ол тегін, кез келген адамға қол жетімді және мамандықтар туралы барлық өзекті ақпаратты қарапайым тілмен ешқандай қосымшама жүктемесі жинақтайды. Меня зовут Дана. Менің атым Дана. Менің балам биыл мектепті аяқтап жатыр. Біздің отбасымызда баламыздың жоғары оқу орнына түсуі жайында мәселе туындады. Папа предлагает поступать. Әкем маған экономика мамандығы бойынша оқы дейді. Ал анам дизайнерлікті оқуымды қалайды. Бірақ менің сәулетші мамандығына түскім келеді. Из соцсетей мы узнали о платформе Мансап. Мансап компасы платформасы туралы әлеуметтік желілерден білдік. Менің қызым осы сайтқа тіркелді. Кәсіптік бағдар беру тестін тапсырды. И мне стало легче выбрать будущую профессию. Осының арқасында маған болашақ мамандықты таңдау оңайырақ болды. Онда мен бірден барлық кірістерді, қандай бағдарламаларды оқуым керек екенін қарадым. Колледждер мен университеттерді де. На платформе собраны... Платформада 744 мамандық бар. Бұл жерде Қазақстанда бар мамандықтардың барлық түрі кездеседі десек те болады. По результатам теста мне выдалось также... Тест нәтижесі бойынша маған сәулетші, жасанды интеллект бойынша маман және басқа да осыған ұқсас мамандықтар берілді. Второе преимущество, что... Екінші артықшылығы жұмысқа қалай орналасуға, қайда оқуға болады және тағы да басқа ақпараттың барлығы бір платформадан қолжетімді және қазіргі уақытта актуалды. В этом сайте мне нравится то, что там есть... Бұл сайттың маған ұнағаны тесттен басқа да бұл жерде табысыңызды көруге, пайыздық көрсеткіштеріңізді қарауға болатыны, қанша жастан бастап еңбек етеді, бұл мамандықты меңгеру үшін қанша уақыт оқу керек. Третье преимущество... Мектеп оқушылар үшін үшінші артықшылығы авторизациядан өту өте оңай. Біздің мектеп оқушылары электронды күнделікте электрондық пошта арқылы авторизациялауға үйреніп қалған. Ал Мансап компасында сол логика сақталған. Сізге ешқандай қосымша ақпаратты енгізудің қажеті жоқ. Я вела свою почту и... Мен өзімнің электрондық поштамды, аты жөнімді, тегімді және өзім бітірген мектепті енгіздім. Тіркелу сәтті өтті, бәрі оңай болды. Содан кейін тікелей тест тапсырдым. Профориентационный тест на сайте реализован. Сайттағы кәсіптік бағдар беру тесті өте қарапайым тілде жүзеге асырылады және бұл дағдылардың икемді профилі, яғни қандай да бір кәсіби емес, бірақ өз дағдылар бойынша сұрақты түсініп жауап бере алады. Нәтижесінде сіз 60 сұраққа жауап бергендей 10 шақты бағыт ұсынылады. Іс жүзінде бұл өте үлкен жұмыс, себебі біршама дағдылар тізімі өңделіп, олардың барлығы машиналық оқыту алгоритмдерінің көмегімен тікелей мамандықтармен байланыстырылған. В этом сайте очень удобно. Бұл сайттан осы салада қанша адам жұмыс істейтінін әртүрлі пайызбен қарау өте ыңғайлы. Сайтта өзіңізді қызықтыратын сұрақтарды қарауға немесе жолдауға болатын бөлімдер бар. Планы на ближайшие несколько месяцев. Алдағы бірнеше айға арналған жоспарлар пайдаланушыға белгілі бір беттен басқа бетке, деңгейден деңгейге өтуге көмектесетін виртуалды көмекшіні іске қосады. Сонымен қатар біз уақыт талабын ескергіміз келеді және пайдаланушы белгілі бір ұпай жинай алатындай кейбір геймификацияларды қосқымыз келеді. Нәтижесінде пайдаланушыға қосымша мүмкіндіктер, қызметтер қолжетімді болады. В наше время не было таких вспомогательных платформ. Біздің кезімізде мұндай көмекші платформалар болған жоқ. Айталық, біз мамандықты ішкі түйсігімізбен таңдадық. Осыған байланысты біздің көпшілігіміз мамандық бойынша емес, басқа бағытта жүрдік. Мен өзім HR ретінде білемін. Өз практикамда бар нәрсе. Маған сәйкес келетін мамандық бойынша жұмыс істеу үшін өзімде қайта оқып, екінші жоғары білім алдым. Магистратураны бітірдім. Мен мұнда бірнеше мамандықты таңдадым. Дизайнер, сәулетші және ұшқыш. Әр мамандықтың жалақы деңгейі қандай? Дизайнердікі шамамен 500 мың, сәулетшінікі миллионға жуық және ұшқыш та миллионға жуық.
У наших детей в наше время Біздің балаларымыздың қазіргі уақытта ең қолайлы мамандық туралы шешім қабылдау үшін осы платформаны пайдалануға тамаша мүмкіндігі бар. И самое главное, что удобно для детей, Ең бастысы балаларға ыңғайлы. Сізге жекелеген жоғарғы оқу орындарының, университеттердің сайттарынан өтудің қажеті жоқ. Сіз бұл ақпаратты бір жерден ала аласыз. Яғни мамандық және сол мамандықты қай жерден игеруге болатыны жайында. Және үшінші байлам, сізді осы мамандыққа апаратын қандай білім беру бағдарламалары бар. образованная молодежь является главным приоритетом нашей страны. Білімді жастар еліміздің басты басымдығы. Біздің балаларымыздың дамуына көмектесетін осындай бағыттар бар екеніне қуаныштымын.